Ассалаумағалейкум. Осы электр KZ арнасының көрермендері қазақша контентті қолдап тіркеліп кетіңіздер, лайк басып кетіңіздер, комментарий жазып кетіңіздер. Осы видеода негізінде электр щитті қалай жиналады, яғни картинка ретінде теория жүзінде талқылап өтетін болсақ, талқылап өткім келді негізінде. Өйткені бірден щитқа бармай, бірінші түсініп алған абзарлақ па деп ойладым. Яғни бұл электр щитті жинаған кезде ең бірінші бұл квартира болсын, бірінші ввод деп тұр, яғни кіру, желінің кіргені. Квартиралар болатын болса, ол жаңағындай подъезден кіреді, ал жер үй болатын болса, бағанадан келеді. Яғни L дегеніміз ол фаза. 0 дегеніміз ол N дегеніміз 0. Яғни екі желі кеп тұр. L және де 0. Екі полюсті автоматқа жалғанған. Екі полюсті автоматтан шығып, электр счетчикқа жалғанған. Қызыл түсті желі, яғни фаза, көріп тұрғаныздар, көкпен 0 белгіленген. Осы электр щиттен 0 келіп, үшінші номердағы, яғни электр шинасына жалғанған. Электр шинадан басқа, одан кейінгі осы жерден, яғни фаза шығып, әрбір автоматтарға, 5-ші автоматқа, 6-шы автоматтарға, әрбір автоматтарға жалғанған. Енді бүгін байқап отырсаңыздар, 5-ші, 6-шы, 7-ші, 8-ші, 9-шы автоматтардан өзгеше мынау 10-шы автомат тұр. Яғни бұл қарапайым бір полюсті автомат. Бұл бір полюсті автомат жарықтандыруға кеткен. Міне, жарықтандыруға кеткен. Ал бұл жарықтандырудың нөлі көк түсті цветпен көрсетілген, ол шинадан жалғанған. Ал енді түсінікті болу үшін барлығын өшіп тастайын. Енді 5-шіден бастап 9-шы автоматқа дейін неліктен ол басқаша автоматтар? Бұлар УЗО автоматтар, яғни сезгіштігі жоғары автоматтар. Бұл автоматтарды розетка сондайларға көп пайдаланады. Сезгіштігі жоғары, қысқа тұйықталу кезінде көптеген, яғни қысқа тұйықталу замыкание дейді. Замыканиялар болған кездерде жақсы жүзеге асырылады. Бұған фаза L жалғанады және де 0 да жалғанады. Екі жылы да жалғанады. Ал енді 5-ші номердегі автомат, яғни электр плитаға жалғанған. 6-шы номердегі автомат, яғни стиральный машинаға жалғанған. 7-ші номердегі бойлерға жалғанған. 8-ші номердегі, яғни ол жалпы квартирадағы розеткелерге, телевизорға болсын, басқа болсын, розеткелер жалғанған. 9-шы номердегі теплый полға жалғанған. Яғни электрический теплый пол болып табылады. Енді бұрынғы кезде Совет үкіметінде бір автомат немесе бір счетчикпен бір автомат қана тұратын еді. Қазіргі таңда электр щитті жинағанды барлығын жеке-жеке жиналған. Не үшін? Өйткені қосып сөндіруге де ыңғайлы, және де бұлардың әрбір киловатты әртүрлі. Мысалға, мынау теплый полдың өзі мысалы 2,5 киловатт тартып тастайды. Сол сияқты бір автомат ол загруженный болып кетеді. Сондықтан да әрбір автоматта жеке-жеке жалғанады. Яғни электр щит дегеніміз, міне, 5-ші номерден басталып, яғни 10-шы номер осы аралықта,
осылай төртбұрыш қой негізінде. Осы төртбұрыш электр щит болып табылады ғой негізінде монтаж жасаған кезде. Мыналар жаңағындай коридорда болса, подъезде, мынау подъезде болады. Подъезден кіргенде мына уже 5-ші, 6-ші, 7-ші олар уже үйдегі электр щит қорап табылады. Мына жаңағы 4-ші номер ол заземлениясы корпусы болып табылады. Яғни заземлениясы да өте маңызды рөл атқарады. Осы бойлер болсын, стиральный машина, электроплита болсын, барлығында заземление міндетті түрде жалғанады. Жалпы осылай енді теория жүзінден түсініп алған абзалырақ. Одан кейінгі электр щиттарды практикалық жүзде осы арнада болады. Ары қаратай жалғану, басқа да мүмкіндік болатын болса түсіремін. Арнаға тіркелсеңіздер рахмет. Сау болыңыздар.